Өмір тынбастан алға ұмтылудан тұрады. Құласаңыз қайта тұрыңыз. Адамдар тек сын айтушылар ғана. Қасқайып оларға өзіңіздің бақытты екеніңізді көрсетіңіз. Сізді бағалап, сізге үнемі жылы сөзін айтып жүретін адамнан қашпа. Бағалауды сонда үйренесіз. Арсыздан мейірімі мен кешірімі жоқ адамнан без. Ақ көңілдікті пайдаға асыратын адамдардан мен қатты ұяламын. Сіз де адамдардан жылы шырай күтесіз бе? Онда сіз де жылылық танытыңыз. Тәкаппарлық сіздің сыртқы дүниеңізді ғана хабардар етеді. Сондай жандарға жиіркеніп қараймын. Жағынуды жек көремін. Одан да далада қалғанның артық. Ал мен жан дүниені тыңдағанды жақсы көремін. Күнді жақсы сөз айтудан бастаңызшы, нәтижесін өзіңіз көретін боласыз. Себепсіз сыр ақтармаңыз. Айтқан күннің өзінде жан танушыға айтыңыз. Сырды сақтаймын деп өз сырын ашатын адамдар да бар. Сенімге селкеу түспесін. Басқалар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұруы тиіс. Негізінде басқаларға бәрібір, өмір сенікі. Адамның өміріндегі 3 кезең бар. Бірінші, жасөспірімдік кезеңі. Сенде уақытта, қайратта бар, бірақ қаражат жоқ. Екінші, ересектік кезеңі. Сенде қайрат та, қаражат та бар, бірақ уақыт жоқ. Үшінші, қарттық кезеңі. Сенде уақыт та, қаражат та бар, бірақ қайрат жоқ. Өмір деген осы. Бір нәрсе берсе, бір нәрсе алады. Қол жеткенде жетістікті бақыт деп сана. Аз деп өкінбе, көп деп көпірме. Бақыттың тұрақтылығы сабырлықта. Дәрежең көтерілгенде достарың сенің кім екеніңді біледі. Дәрежең түскенде сен достарыңның кім екенін білесің. Ашуланба, адамдарды ренжітпе. Кешіруді үйрен. Бұл 5 күндік жалғанда сыйласып өмір сүргенге не жетсін.